Сіз 7-20-25 бағдарламасы бойынша баспананы еліміздің кез келген қаласынан сатып ала аласыз. Бұл сіздің бір қалада тұрып, мәселен, Қарағандыда тұрып, пәтерді Нұр-Сұлтаннан сатып алатындығыңызды білдіреді. Бастысы, ол пайдалануға берілген бастапқы тұрғын үй болса болды. Ипотеканы рәсімдеуге болатын 8 коммерциялық банктың еліміздің барлық аймақтарында өз кеңселері бар. Сондықтан таңдаңыз да сатып алыңыз. Қарыз алушыға қойылатын талаптар аз. Сіз Қазақстан Республикасының азаматы болуыңыз және ай сайынғы төлемдерді жабалатындай табысыңыз болуы керек. Алайда, сіздің табысыңыз жеткіліксіз болған күннің өзінде сіз екі қосалқы қарыз алушыны тарта аласыз. Ол мәселен жұбайыңыз бен туысқаныңыз болуы мүмкін. Жас жағынан шектеу жоқ. Сондықтан да жайлап-жайлап бастапқы жарнаға жинақтай беріңіз. Бұл тұрғын үй құнының бар болғаны 20%. Құнының 5-тен 1-ін салсаңыз, несие алып баспанаға кіре беруіңізге болады. Қандай жағдай болмасын, ипотеканы рәсімдеуден бұрын жаңа пәтердегі өміріңіз қуанышқа толы болу үшін көбірек зерделеңіз, сараптаңыз, өзіңіздің мүмкіндіктеріңізді нақты бағалаңыз.